Ертеде ата мен әже болыпты. Әжей қамыр илеп, дөңгелек бауырсақ жасапты. Әже пісірген бауырсақ өте әдемі болып шығыпты. Бір кезде бауырсақ жанданып, үстелден домалап түсіп кетіпті. Бауырсақ домалап далаға шығып кетіпті. Күн жарқырап тұр, құстар сайрап тұр. Бауырсақ өте көңілді еді. Жолда бауырсаққа қоян кезікті. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді қоян. Жоқ қоян, мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып берейін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Енді бауырсақтың алдынан қасқыр шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді қасқыр. Жоқ қасқыр, мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып беремін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Сәлден соң бауырсаққа аю кезікті. Бауырсақ, мен сені жеймін, деді аю. Жоқ аю, сен мені жей алмайсың. Мен саған ән айтып беремін, деді бауырсақ. Мен бауырсақпын, домалаймын, қашамын. Содан соң бауырсаққа әдемі түлкі жолығыпты. Сәлем бауырсақ, сен сондай сүйкімдісің. Әніңді естіп көрейінші, деді түлкі. Бауырсақ қуанып, әнін тағы да айтты. Ал түлкі болса тыңдаған болып, бірден бауырсақты жеп қойыпты. Сөйтіп бауырсақ аңдардың бәрінен қашып құтылып, қу түлкіден құтыла алмапты. Балалар, бізге ертегіміз сақ болуды үйретеді.